Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода мен сіздермен киім таңдағанда, косметика таңдағанда, шашыңызды бояғыңыз келгенде қандай түсті таңдауға болатынына байланысты бір күшті теориямен бөліскім келіп отыр. Бұл түс типтері теориясы деп аталады. Ол адамның бет-әлпетін 4 типке бөледі: қыз, жаз, күз және көктем деп. Енді бүгін осы видеоның мақсаты осы түс типтерімен сіздерді таныстыра отырып, өзіңіздің типіңіздің қайсысына жататындығын анықтау болып табылады. Жаз түс типіндегі адамдардың көздері көгілдір, көк, сұр, жасыл, сұр көгілдір, сұр жасыл болып келіп, шаштары суық блонд, ашық қоңырдан жабық қоңырға дейін болып, терісі бежевый, қызғылт, бежевый сұр болып келеді. Егер сіздің параметрларыңыз осы типке келіп тұрса, онда сіз жаз болып есептелесіз, және сізге мынандай түстер жарасады. Ал мынандай түстер керісінше онша жараса бермейді. Күз түс типінің адамдарының көздері жасыл, қоңыр, жабық қоңыр, қара, сұр, янтарь, жабық янтарь, жаңғақ түсті болып, шашы бал түсіндей блонд, ашық қоңырдан жабық қоңырға дейін, қызыл аралас қоңыр, қызыл, каштан түсте болып, терісі зайтун түсті, бежевый түсті болады. Сізге жарасатын түстер. Және де жараспайтын түстер. Қыз түс типіндегі адамдардың көздері қара, қоңыр, сұр, сұр көк, сұр жасыл, көгілдір, жасыл болып, шашы қара, көк қара, қара қоңыр болып, терісі фарфор тәрізді қызғылт, бежевый немесе қоңыр болады. Сізге мынандай түстер жарасады. Және де аса жараспайтын түстер. Көктем түс типіндегі адамдардың көздері сұр жасыл, жасыл, көгілдір, жаңғақ түсті, ашық янтарь түсті болып, шашы бал түсіндей блонд, блонд қызыл аралас, ашық қоңыр болып, терісі персиковый немесе бежевый болады. Жарасатын түстер және де жараспайтын түстер. Бұл жерде түсіндіре кететін бір сәт, түстің жылы және суық тон болуы. Егер де түске сары қосылса, онда ол жылы тон болады. Ал егер де көк тон қосылса, онда ол суық болады. Негізінен осы 4 мезгілдің әрқайсысының кішігірім 3 подтиптері болады. Бірақ та әзірше жалпы сіздікі қайсы екенін білсек те жақсы. Ғаламторда түс типтерді анықтауға арналған түрлі тесттер бар. Солардың ішінен ұнағанын таңдап өтіп көрсеңіз де болады. Өз түс типіңізді анықтағыңыз келсе, айнаның алдына барып, мысалы, қыз түс типіне жататын ақ немесе қара түстерді, әлде күз типіне жататын қоңыр немесе жабық жасыл түсті алып, бетіңіздің қасына қойып көріңіз. Егер де қай түстен бетіңіз әдемірек болып көрініп тұрса, онда сол сіздің түс типіңіз деген сөз. Бірақ та бұл жерде айта кететін зат, егер де сіздің шашыңыз боялған болса, табиғи түсте болмаса, онда алдын ала орамалмен жауып көргеніңіз дұрыс болады, нақтырақ анықтау үшін. Келесі видеоларда мен сіздерге косметика таңдағанда, шаш бояуының түсін таңдағанда, киім таңдағанда қандай түстің жақсырақ сізге жарасатын туралы толығырақ айтқым келіп отыр. Сондықтан сол видеоларды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.